Ассалаумағалейкум, қайырлы күн ағайын. Бүгін Toyota Land Cruiser автокөлігін чиповать етеміз. Чиповать ету деген прошивка жасаймыз. Бұл көлікте вторичный продувка катализатора дейді. Вторичная продувка катализатора, ол катализатордың қасына таңертең көлікті тез қыздыру үшін, сосын катализатордың ішіндегі шаңдарды, боқтарды қайта өңдеу үшін арналған клапан болып есептеледі. Бұл көлікте ол клапан қатып қалған, ашық күйінде, сондықтан көлік жүрмейді. Бастан да 4000 ваттан аварийный режимге қосылып кетеді. Мен сізге қазір диагностика салып тексеріп көрсетемін, қандай проблема болып тұрғанын. Сондықтан сосын прошивкаға көшетін боламыз. Мінекей ағайын, көлік 4 литрлік 1 RFE-ге кіреміз. Қазір диагностикадан көрсетейін, қандай клапан, қай жерде тұратын, қандай роль атқаратын. Кіру жағында үстінде. Міне ошибка бойынша клапан подачи воздуха продувки катализатора заклинен дейді, состояние открыт деп. Мына клапан, мына екі ошибка бар, 2140, 2440, 2442. Схема бойынша көрсетейін сізге жалпақ тілмен. Toyota системасында, Toyota автокөліктерінде, Lexus, Toyota кез келген таңертең салқын кезде тез қызу үшін, экология үшін мына продувка катализатора деген мына ошибка міне. Мына катализатордың жанында бір трубка келеді. Осы міне ашық жағдайда қалып қояды, клапан ашық қалады. Кез келген көліктің 9-10 жылдан кейін клапан істемей бастайды. Осы клапан негізінде қымбат зат. Сондықтан көліктің иелері прошивка жасаумен мәжбүр болатын. Осыдан біз қазір осы электроклапан сөндіретін боламыз. Мына вторичный воздух деген продувка катализатор деген клапан. Сосын мына екінші лямбда датчиктерді сөндіреміз. Бұның рөлі не атқарады? Бұл таң атпай көлік -5, -6 градустың кезінде тез қыздыру үшін арналған. Себебі таңертең кезде 30 градусқа дейін лямбда датчик еш уақытта жұмыс жасамайды. 30 су көтерілгеннен кейін жасап бастайтын зат. Мынау салқын кезде мына клапан ашылып қалады. Мына клапан ашылғанда мына тез қыздыру үшін мына ыстық ауа, жанған ауа тағы обратно барып тағы қыздырып тұрады. Өзі 40-50 градусқа келген кезде мына клапан жабылып қалады. Сондықтан мына клапан жабылмағасын ашық жағдайда қалып қояды. Мына ошибка ретінде көрініп тұрғандай ашық болғасын уже прошивать ету керек, немесе новойны болады. Сондықтан мына клапан жасамай алғасын ашық күйде қалады, машина тартпайды, 4000 оборотқадан кейін жүрмейді, көлік патыр-сатырмен сөйтіп жүреді. Осы көлікті қазір прошивка бұйырса, аманшылық болса бастасақ деп ойлап жатырмыз. Ендеше рұқсат болса бастайық. Мінекей ағайын, Land Cruiser Prado'ның прошивкасын жазып алып, енді өңдеп жатырмыз. Өңдеп болдық. Қысқаша айтқанмен, бұның көліктің зажиганиясын, угол зажиганиясын көбейттік. Кішкене 92 бензинмен жүре береді. Содан кейін UVT датчиктерін кішкене регулировка жасадық. Зажигание, сосын топливный голодание болмасын деп тағы да бір-екі өздерінің заттарын өңдедік. Сосын автокөліктің қалай лимитін көтеруге болады дейді. Мысалы үшін мына Land Cruiser Prado'лардың автокөліктердің 175 км/сағаттан бастап жүрмейді. Қайтсең бастаңда зат тұр, ограничение скорости тұр. Сондықтан міне мыналарда 180. Көріп тұрсаңыздар, қазір алып тастайын. Мінекей 180 деп тұр. Осыны біз көбейтіп берсек деп болады. 250-ден тақаймыз. Одан әрі енді ұят болар. Осыдан кейін болды. Осы көлікте енді прошивкасын қоямыз. Өстіп міне прошивка барысы өтеді. Біз қолдан ойдан жасамаймыз еш уақытта. Прошивканы өзіміз регулировка жасаймыз. Полностью калибровкасын. Сондықтан сол арзан болады, әрі качественно, әрі келсе де болады. Келген клиент дұрыс жасалмай шықса, істеп береміз. Сондықтан өстіп енді прошивканы қойып, бұйырса аманшылық болса қазір қыздырып көреміз.
мінекей прошивка жасадық. Ошибка бойынша ошибка жоқ. Жаңа схемада да мына клапан сөніп тұр. Мына датчиктермен 0-0 сөндірдік полностью. Бұйырса енді айдауға тура келеді. Басқа ошибкалар жоқ. Бәріңізге рахмет, сәттілік. Аман саулықта жүздесек.